Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Қаратал ауданы Морозов атындағы 51-ші орта мектеп гимназиясының жаңа жүйесі бойынша сертификатталған 3-ші деңгейлі география пәнінің мұғалімі Сүндетбеков Нұркенже Нұркас. Бірінші слайдтан балалар, қандай суреттер көріп тұрмыз? Дұрыс айтасыңдар. Дүниежүзінің саяси картасы, Евразияның саяси картасы, Қазақстанның картасын көріп тұрмыз. Яғни бүгінгі сабағымыз картаменен байланысты. Сабағымыздың тақырыбы дүниежүзінің саяси картасы. Сабағымыздың мақсаты саяси карта туралы, саяси картаның өзгеру себептері менен кезеңдерін білетін боласыңдар. Бағалау критерийлері. Саяси карта туралы біледі. Саяси картаның өзгеруі мен себептерін және кезеңдерімен танысады. Саяси картаның басты нысандарын анықтайды. Ал енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын шағын ғана видео материалға назар аударайықшы. Саяси картаның нысандары. Мемлекет мәртебесі рәсімделген, халықаралық деңгейде танылған тәуелсіз мемлекеттер танылады. Дербес басқару мәртебесіне ие болмаған тәуелді аумақтар болып табылады. Тәуелсіздігі танылмаған елдер мен мәртебесі анықталмаған аумақтар болып табылады. Өстіп саяси карталар бөлінеді. Мемлекеттің құрылымы. Мемлекет нысанының екінші элементі бұл ұлттық мемлекеттік қатынастарды, әкімшілік территориялық жүйені, олардың ерекшеліктерін бейнелейді. Мемлекеттік құрылым мемлекеттің басқарылуы және әкімшілік ұйымдастырылуы болып бөлінеді. Мемлекеттің басқарылуы республикалық және монархиялық басқару. Республикалық басқару бұрыл парламенттік, яғни мемлекет басшысы премьер-министр, президенттік, мемлекетті президент басқарады. Социалистік билік коммунистік партия қолында болады. Конституциялы монархияның билігі конституциямен шектелген. Абсолютті монархтың билігі шексіз болып келеді. Теократиялық монархия билік дін басына тиесілі болып келеді. Әкімшілік ұйымдастырылу унитарлы, конфедерациялы, федерациялы болып бөлінеді. Өте жақсы балалар. Мына видеодан біраз мағлұматтар алдық деп ойлаймын. Дүниежүзінің қазіргі саяси картасының қалыптасуы адамзат тарихының әлеуметтік даму кезеңіне ықпалы зор. Бұл өте ұзаққа созылған, мыңдаған жыл тарихы бар процесс. Адамзат қоғамының дамуы бірнеше тарихи кезеңдерді басынан өткізді. Сол сияқты саяси картаның қалыптасуы кезеңі де бірнеше кезеңнен өткен екен. Атап айтсақ, ежелгі кезең біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасыр. Египет, ежелгі Қытай, Парсы, Финикия, Грекия, Рим империясы, Үндістан сияқты мемлекеттер саяси картада болған. Орта ғасырлық кезең 5 пенен 15-ші ғасыр аралығын қамтиды. Византия, Араб халифаты, Киев Русия, Монғолия империясы, Осман, Англия және Франция сияқты мемлекеттер саяси картада пайда болады. Жаңа кезең 15 пенен 20-ші ғасыр аралығын қамтиды, яғни бұл дәуірді капитализм дәуірі деп атаған. Ұлы ашылулар батыс Европалық елдердің әлемді отарлай бастайды. 4-ші, қазіргі заманғы кезең Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуымен басталады. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі пайда болған елдер Чехословакия, Австрия, Венгрия, Сербия, Хорватия және Словения корольдігі. Исландия тәуелсіздігін жариялаған болатын. Ресей төңкерісінің нәтижесінде Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Польша сияқты мемлекеттер құрылды. 1922 жылы КСРО құрылған болатын. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Европаның саяси картасына үлкен өзгерістер келеді. Германия 2-ге бөлінеді. Албания, Венгрия, Италия, Болгария, Румыния республикалары жарияланады. Социалистік елдер жүйесі қалыптасады. Колониялық жүйенің күйреуі басталады. Сонымен дүниежүзінің саяси картасында елдер мен
олардың шекаралары, әкімшілік аумақтық жіктелуі, астанасы мен ірі қалалары бейнеленеді. Саяси картада үлкен және орта елдердің атаулары жазылады, ал шағын елдер мен аумақтар санмен белгіленеді. Қазіргі кезде дүние жүзі бойынша 195 тәуелсіз елдер бар. Демек, тәуелсіз елдердің саны тарихи және географиялық жағдайға байланысты өзгеріп отыратынын ұмытпайық балалар. Ал енді балалар, тапсырма кезеңіне де жеттік. Бірінші тапсырма термин және кестемен жұмыс. Берілген терминдердің мағынасын табу. Ол үшін сіздер оқулық және слайдта берілген сілтемеге сүйенсеңіздер болады. Сіздерге қандай термин берілген? Мемлекет, метрополия, протекторат және делимитация. Ал жақсы балалар, тексеріп көрейік. Мемлекет, метрополия, протекторат, делимитация. Өте жақсы балалар. Тапсырмаларын бағалау критерийлеріне сәйкес жасалған. Жарайсыңдар. Кестемен жұмыс. Еуропаның шағын елдері мен аумақтарының атауларын және астаналарын кесте түрінде көрсетіңіз. Сіздерге 3 бағана берілген, шағын елдер мен олардың аумақтары, орналасқан жері және астаналары. Бұл тапсырманы орындау үшін сілтемеге сүйенсек болады. Ал енді тексеріп көрейік. Андорра. Испания мен Францияның аралығында орналасқан. Астанасы Андорра де Велия. Люксембург. Франция, Германия, Бельгия аралығында орналасқан. Астанасы да Люксембург қаласы. Лихтенштейн. Австрия мен Швейцария арасында орналасқан. Астанасы Вадуц қаласы. Өте жақсы балалар, сіздердің жасаған тапсырмаларыңыз бағалау критерийлерімен толық жанасады. Жарайсыңдар. Екінші тапсырма. Тірек сызба арқылы жеке және жұппен жұмыс болады. Бұл жерде балалар әр балаға таратпа материалы беріледі. Бұл таратпа материалында міне дүние жүзінің саяси картасының объектілерін анықтаңыз деген сұрақ туындайды. Оны жеке жасайсыздар да, кейін болғаннан кейін жұптарыңызбен тексересіздер. Ал енді балалар тексеріп көрейік. Бәріміз бірге тексерейік. Тәуелсіз мемлекеттер. Тәуелді мемлекеттер. Олардың айырмашылығы. Жерінің ауданы, халқы, әлеуметтік экономикалық дамуы. Өте жақсы балалар. Сіздер тапсырманы бағалау критерийлеріне сәйкес жасадыңыздар. Ал енді балалар, сабақты қорытындылау кезеңіне де келдік. Бүгінгі сабақты қорытындылауымыз біздің тест арқылы болады. Сіздерге саяси картаға байланысты 8 сұрақ берілген. Осы 8 сұрақты WhatsApp желісі арқылы маған жібересіздер. Одан кейін мен мониторинг жасап, сіздерге жауабын жіберемін. Ал енді оқушылар, рефлексия кезеңіне де жеттік. Бүгінгі рефлексиямыз чемодан, ет турағыш және корзина арқылы болады. Чемоданда мен бүгінгі сабақтан қандай білімімді өз қоржыныма салдым. Ет турағыш, осы алған білімімді қайда қолдана аламын. Корзина, мен алған білімнің ішінен бұрыннан да білетін едім деп жазып, стикерлерге жабыстырасыңдар. Оқу тапсырмасы кескін картаға дүние жүзі елдерін түсіріп келу. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламат болыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.